Қазақ даласының ән қазынасында ел жүрегіне жол тауып, халық әні атанып кеткен туындылар көп. Бірақ солардың бірінің шығу тарихын білмей, қате айтып жүргеніміз де бар. Солардың ішінде әр қазақтың құлағына таныс, әуенімен жүректі елжіреткен Дудар-ай әні ерекше орын алады. Көп жылдар бойы жұрт бұл әнді Мария Жагорқызы Ркинаның шығарғанына сеніп келді. Бұл нұсқаға көпшілік сенді, тіпті ресми жазбаларға енгізілді. Мария Егорқызының атымен ән республикалық сахналарда шырқалып, ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алды. Дегенмен шындықтың жүзі мүлде басқа еді. Ақиқат олай болмай шықты. Шын мәнінде Дудар-айдың авторы Дүйсен мен Марияның жан досы, дарынды ақын әрі әнші Үлебай Әнетұлы еді. Бұл шындықты алғаш рет әйгілі композитор, зерттеуші Илья Жақанов өзінің Дудар-ай атты эссесінде нақтылап жазды. Ал Марияның қызы Мүслима бұл деректі нүктесін қойып растады. 19 ғасырдың соңғы жылдары. Күн нұры төгіліп, ойдың сәулесі түсіп тұр. Қорғалжының мөлдір көлдері аспанмен астасып, жағалауын жасыл шалғын көмкерген. Тыныштықты тек құстардың дауысы мен жел сыбыры ғана бұзады. Міне осы өлкеде Дудар-ай есімімен елге белгілі, шын аты Дүйсен Өкенұлы өмір сүрді. Ол заманда қазақ жігіттері шаш қоймаған, ал Дүйсеннің бұйра шашы болған. Сұңғақ бойлы, сымбатты, ат үстіндегі өнерге жетік болған. Орта жүз, арғын, мейрамсопы, қуандық, қарпық, тінәлі әжіке, сарша ұрпағынан тараған. Туған жері Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Ащыкөл мен Тұщыкөлдің арасындағы Сарша түбегі, қазіргі Майшоқыр, Құмкөл ауылдарының маңы. Дүйсен мәңгілік тыныштық тапқан жер, Ащыкөлдің сағасындағы Сарша қорымы. Жақында ғана ұрпақтары баба рухына тағзым етіп, зират тұрғызып, қорым алдына айбынды монумент орнатты. Мария қазақ даласының қызы болып кеткен орыс аруы. Қазақ тілін, әдет ғұрпын, салтын ана сүтіндей бойына сіңіріп өсті. Марияның әке-шешесі Игорь Яковлевич пен Евдокия Давидовна тағдырдың тәлкегімен қазақ жеріне қоныс аударған. Жергілікті халық оларды жатсынбай, үй тігіп, төріне шығарып, қонақжайлық танытты. Мария осында бой жетіп, қазақ тілін, әдет ғұрпын, салтын, ана сүтіндей бойына сіңіріп өсті. Тағдыр Дүйсен мен Марияны тоғыстырды. Екеуінің көзқарасы түйіскен сәттен ақ жүректері жалын тұтатып, бір-біріне ғашық болды. Алғашқыда ауыл ішінде қазақ жігіт орыс қызымен ашына болыпты деген күбір сыбыр тарады. Бірақ уақыт өте келе олардың сезімінің шынайылығы мен тазалығын жұрт мойындады. Ал тағдырдың бір қырында орыс қызы Мария Жагорқызы, оның ата-анасы әкесі Жагор мен анасы Евдокия қыздарын Ақмоладағы ауқатты көпес Матвей Кубриннің ұлы Андрейге қоспақ болады. Андрей жиі келіп, балық аулауды сылтау етіп, үйге кіріп шығып жүретін. Бір күні Жагор мен Евдокия Марияны алдап, Ақмолаға барамыз, саған арнап жаңа киім тіктіріп, кездеме әкелеміз деп шығарып салады. Бірақ олар қызды Андрейдің үйіне кіргізіп тастайды. Алданғанын түсінген Мария абыржып, қашудың амалын іздейді. Сәті түсіп, қалаға қатынап жүрген ауыл адамдары арқылы Дүйсенге хабар жібереді. Хабарды ести салысымен Дүйсен жан серігі Әкімжан мен өнерлі досы, әнші әрі ақын Үлебай Әнетұлын ертіп, Кубриннің ауласын ториды. Ақыры ебін тауып, Марияны алып шығады. Содан бастап Дүйсен мен Мария тағдырын бір арнаға тоғыстырады. Сарша түбегінде көлі мен даласы тоғысқан жерде тығылып жүріп қосылады. Бірақ тағдырдың жазуы қатал болды. Дүйсен сол заманда емі жоқ сүзек ауруынан ерте қайтыс болады. Тірі адам тірлігін қылады дегендей, Мария екінші рет милиция бастығы болып қызмет атқаратын Боранбек деген адаммен бас қосады. Екеуінен салды, Мүслима, Сапарбек, Сайлаубек деген балалар дүниеге келеді. Дүйсеннің досы, өнерлі жігіт Үлебай Әнетұлы бұл махаббатқа куә болды. Үлебай 1892 жылы дүниеге келген. Шын есімі Рахметолла, жастайынан жетім қалып, ағасы Нұрмағамбет тәрбиелеген. Орта жүз, арғын, мейрамсопы, қуандық, қарпық, тінәлі Үсейін, жайлымыз, дәулет ұрпағынан шыққан. Ақмола облысы, Қорғалжын ауданының бұрынғы Амангелді, қазіргі Өркендеу ауылының тумасы. Ұзын бойлы, ақсары, сымбатты, зергерлікке де, аңшылыққа да шебер,
әзілғой, суырып салма ақын. Білгенін бірден өлеңге айналдыратын қасиетке ие еді. Тек сөз шешені ғана емес, қол өнердің де шебері еді. Ағаштан түйін түйіп, зергерлікпен айналысқан. Аңшылықты кәсіп етіп, ел арасында сыйлы болған. Дүйсен мен Мария арасындағы пәк махаббат оның жүрегін тербеп, ол бұл сезімді әнге қосты. Әнді Дүйсеннің атынан Марияға арнады. Осылай Дудар-ай әні дүниеге келді. Үлебайдың халық арасында таралып үлгермеген бірнеше әні болған. Солардың ішінде Саршада қалған сезім, сағыныш, шайтан торы, қоштасу күйі деген атаумен айтылатын. Ғалым Жантас Жақыповтың бір дерегінде ауылдық кеңестің төрағасы Үлебайдың үйіне келіп, әйеліне көйлекке мата, бір тақта шай, өзіне бірнеше метр шибарқыт әкеліп, шығарған әніңді Марияға бер, Алматыға барып қайтсын деп ұсыныс жасайды. Сауаты жоқ Үлебай, кәделеріңе жараса, ала беріңдер деп келіседі. Сөйтіп, бір-ақ күнде Дудар-ай әні ресми түрде Мария Егорқызының әні болып шыға келді. Алматыдан үлкен атақпен оралған Мария ауылда дастархан жайып, Үлебайды да шақырды. Риясыз көңілмен. Сен менің атымды шығардың, әйтпесе мұндай ән менің қолымнан келмес еді, деп иығына шапан жапты. Белгілі музыка зерттеушісі Ахмет Жұбанов та Дудар-ай Марияның шығармасы еместігін білген. Алайда ол кезде шындықты ашық айту оңай емес еді. Қазақтың халық әндері атты еңбегі үшін қуғын көрген ол, Брусиловский сияқты бұл жайында айталмағанға ұқсайды. Көз көрген куәгерлердің бірі кейін белгілі композитор болған. Осы өңірдің тумасы Кенжебек Күмісбеков өмір бойы Дудар-ай Үлебай әнетұлынікі деп айтып өтті. Кейіннен композитор Ілия Жақанов, ғалым Жантас Жақыпов, музыка зерттеушісі Ахмет Жұбанов және басқа да зерттеушілер нақты деректер мен куәгерлердің әңгімелеріне сүйеніп бұл шындықты дәлелдеді. Мария Егорқызының нұсқасы тек әдемі аңыз болып қалды. Көп жылдар бойы әннің шын авторы айтылмай келсе де, әділдік ақыры орнады. Белгілі әнші, Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосынов бастаған зерттеушілердің еңбегімен Дудар-ай әннің авторы Үлебай әнетұлы екені дәлелденді. Бүгінде оның Нұржамила, Азизат сияқты әндерін Астана филармониясының әншілері орындайды. Ал Дудар-ай әнін Димаш Құдайберген және тағы басқа әншілер әлем сахналарында шырқап жүр. Бүгінде Дудар-ай қорғалжынның жазғы самалы мен көлдің толқынындай тербелген ғасырлардан жеткен мұңлы әуен. Онда екі жастың жүрек сыры, даланың шексіз сұлулығы және әділетсіздікке қарамастан өмір сүрген махаббаттың рухы жатыр. Бұл тек махаббат жыры емес. Бұл әділетсіздікке төтеп беріп, шындықтың ақыры бір күні жарыққа шығатынын дәлелдеген тағдырлы туынды. Міне, достар, біз өткеннің бір ғажайып әуенін, жүректерді жалғаған шынайы махаббат пен достықтың хикаясын бірге тыңдадық. Бірақ бұл қазақ даласында туған жалғыз аңыз емес. Біздің тарихымызда әлі талай ұмытылмас тағдырлар, жүрекке жететін жырлар бар. Егер сізді Дудар-айдың тағдыры толқытса, алдағы бейнемізде біз тағы бір ғажайып оқиғаны батырлық пен махаббаттың, адалдық пен өнердің өзге бір тарихын әңгімелейміз. Келесі бейнені өткізіп алмаңыз, өйткені әр аңыз бізді өзіміздің кім екенімізді, қайдан шыққанымызды және неге ұмтылатынымызды еске салады.